Сәлеметсіздер ме? Мен бос уақытымда ертегі оқығанды ұнатамын. Бауырсақ. Бір кемпір мен шал болыпты, бірде шал кемпір, ал маған бауырсақ пісіріп берсеңші дейді. Неден пісірейін? Он жоқ қой, әй кемпір, ай қамптың дүбін қырнап көрсең ғой, бауырсаққа жарататын ұн табылып қалар. Ұн пісіреді, терезе алдына суықтауы қояды. Жата-жата жалыққан бауырсақ ойдың ересегіне тұмалап түседі, іркеден көгал үстіне домалайды.